Сәлеметсіздер ме? Мен Оразова Фадиша Аштайқызы, Жамбыл облысы Тұрарысқұлов ауданы Ақтоғын орта мектебінің тарих пәні мұғалімімін. Бүгін сіздердің назарларыңызға 6 сыныпта Қазақстан тарихы пәнінен Қыпшақ хандығы тақырыбындағы сабағымды ұсынамын. Сәлеметсіздер балалар? Жарайды, отыра қойыңдар балалар. Балалар, бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын ең алдымен жағымды көңіл күй орнатып алу үшін ортаға келіп шыға қойыңыздар. Тұрдық па? Енді балалар, мынау көрініп тұрғандай, қазір енді көрші тренинг өткізейік, бір-бірімізге жақсы көңілді сыйлау үшін. Көршіңді оң жақтан құшақта. Көршіңді сол жақтан құшақта. Оң жақтағы көршіңе бір жымиып, сол жақтағы көршіңе бір жымиып. Бүгінгі тренинг барысы біз үлкен отбасы. Ал балалар, рахмет. Көңіл күйлеріңіз көтерілді ме? Сабақ бастаймыз ба? Онда сабақ бастамастан бұрын алдымен сендерді санау арқылы топқа бөліп алайық. Қазір мен сендерді санап жіберейін, 1, 2, 3 деп. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Не боламын ғой? Ал онда қазір жаттап алдыңдар ма? Онда бір саны елегендер бірінші топқа мұнда келіңіздер. 2 саны елегендер екінші топ ортадағы топқа барыңыздар. 3 санындағылар үшінші топқа барыңыздар. Ал бірінші топ, екінші топ, үшінші топ. Енді балалар, топ ережесін еске түсіріп жіберейік. Біз білеміз ғой топ ережесін? Ал қандай топ ережесі? Айта қойшы Дәурен. Белсенді тарту. Әрине топта белсенді тарту. Ерқали. Мәмілеге келу. Иә, мәмілеге келу. Айта қой, Нұрдәулет. Тәртіп сақтау. Тәртіп сақтау. Ұйымшылдық көрсету. Сонымен бірге уақытты сақтау. Уақытты сақтау және көмектесу керек бір-бірімізге. Сонымен бірге бір-біріміздің пікірімізді тыңдауымыз қажет екен. Міне балалар, өздерің құрастырған осы ережені бүгінгі сабақта да сақтауға тырысайық. Балалар, тақтаға қараймыз. Ойды жинасаймыз. Ал балалар, қазір сіздерге бұрын, қазір, кейін әдіс арқылы осыған дейінгі еленген бірімді еске түсіріп жіберейін. Балалар, 13 ғасырға дейін Алтай тауынан Қара теңізге дейінгі жерлерді қамтыған мемлекет қалай аталды? Шуақ. 13 ғасырға дейін Алтай тауының Қара теңізге дейін жерлері қамтылған мемлекет Дешті Қыпшақ деп аталды. Жақсы, отыра қой. Балалар, келесі. Бұрын 11 ғасырға дейін Қазақстан территориясында қандай мемлекеттер болды? Жадыр, айта ғой. Бұрын 11 ғасырға дейін Қазақстан территориясында болған мемлекеттер Түрік қағанаты, Батыс түрік қағанаты, Түргеш қағанаты, Қимақ қағанаты, Оғыз қағанаты, Түргеш қағанаты. Дұрыс, өте жақсы. Сонымен бірге Қамлық қағанаты, жақсы. Келесі балалар. Қазір біз оқып жатырған кезеңде 11 ғасырда Қазақстан территориясының көп бөлігін қандай мемлекет алып жатқан? Айта ғой. Қазақстан. Украина.
Балалар, қазір біз оқып жатырған кезеңде 11-ші ғасырда Қазақстан территориясының көп бөлігін қандай мемлекет алып жатқан? Кәне кім айтады? Айта ғой. Қазір біз оқып жатырған кезде 11-ші ғасырда Қазақстан территориясының көп бөлігін алған шығыс дешті қыпшақ. Өте дұрыс. Өте жақсы отыра ғой. Балалар, кейін Дешті Қыпшақтың территориясына қандай мемлекеттердің жерлері енді? Ал Жанерке айта қойшы. Кейін Дешті Қыпшақтың территориясына Русь, Украина, Кавказ жерлері кірді. Қазақстан. Иә, Қазақстанды кірді. Отыра ғой, жарайды. Ал балалар, кейін Қыпшақтардың мұрагерлері, кейін Қыпшақтар территориясын иемденген халық қалай аталды? Дәурен айта ғой. Қыпшақтардың мұрагерлері кейін Қыпшақтар территориясын иемденген халық қазақ халқы. Дұрыс, өте жақсы. Балалар, яғни қазақ халқы Қыпшақтардың мұрагерлері. Екене қазіргі Қазақстан территориясын мекендеп отырған қазақ халқы 11-13 ғасырдағы Қыпшақтардың тікелей мұрагерлері екен. Олай болса, балалар, олай болса, осындай болжамдар арқылы өздерінің бүгінгі сабақтың тақырыбын тауып отырсыңдар. Бүгінгі сабақтың тақырыбы қалай болады екен? Қыпшақ хандығы. Иә, Қыпшақ хандығы. Бүгінгі сабақтың зерттеу сұрағы Не себепті Еуразия даласы Дешті Қыпшақ деп аталды? Иә, балалар, бүгін біз осы зерттеу сұрағы төңірегінде сендермен бірге жұмыс істейміз. Сабақтың өздерің болжам жасап отырғандай, бүгінгі сабақтың тақырыбы Қыпшақ хандығы екен. Бүгінгі сабақтағы зерттеу сұрағы Не себепті Еуразия даласы Дешті Қыпшақ деп аталды? Иә, сондықтан да балалар, бүгінгі сабақта біз осы зерттеу сұрағы төңірегінде жұмыс жүргізеді екенбіз. Ал бүгінгі сабақтағы оқу мақсаттарына тоқтала кететін болсақ, 10-шы, 13-ші ғасырларда мемлекеттерді білу және картаны қолдану арқылы саяси үдерістерді түсіндіру бүгінгі сабақтың оқу мақсаты. Сонымен бірге Қыпшақтардың Еуразия тарихындағы орнын анықтау және көшпелілердің әскери өнер жетістіктерін талдау. Бүгінгі сабақтың оқу мақсаттары осы. Ал балалар, сабақтағы бағалау критерийлері көрдіңдер ғой өздері. Қолдану дағдысы бойынша Қыпшақ мемлекетіне қатысты ақпаратты картадан көрсетулерін қажет. Ал сыни ойлау мен талдау дағдысы бойынша балалар сендерге Қыпшақтардың техникалық құрамын, қоғамдық саяси жағдайын және сонымен бірге шаруашылығы мен тұрмыстың ерекшелігін анықтауларын қажет. Ол үшін балалар, біз жаңа ұғымдармен жұмыстан бастайық. Жаңа ұғымдармен жұмысты бастамас бұрын алдымен топ жетекшілері, балалар, топта өздерін жетекшілері сайлап көріңдер ғой, топ жетекшілері мына бағалау парақтары, осы бағалау парақтарына топ мүшелерінің аты жөнін жазып, бағалау отырасыздар. Тапсырмаларды беріп. Балалар, біздің бүгінгі сабақта мынандай жаңа ұғымдар кездеседі. Дешті Қыпшақ. Яланку, половшылар, консолидация, орда, кундар, командар және бөрлер деген. Алынбай жақсылап тыңдайық балалар. Дешті Қыпшақ, Қыпшақ даласы деген сөз екен. Яланку мағынасы қол, Қыпшақ қоғамында бас еркі жоқ адамдарды құл деп атаған, яғни яланку деп. Половшылар, далалықтар, консолидация, ода, бірігу, күшею, нығаю. Орда, орталық. Болса, кундар, командар дегеніміз, мына Европада венгрлер, қыпшақтарды кундар, командар деп атаған. Және сонымен бірге бөрлер деген жаңа сөздер бүгінгі сабағымызда. Бұл бөрлер деген Қыпшақ, шығыс дешті Қыпшақ тайпасы.
яғни шығыс дешті қыпшақ хандары шыққан әулетті ру тайпаны бөрілі дейміз, болмаса ел бөрілі. Яғни шығыс дешті қыпшақтары хандары, шығыс дешті қыпшақ хандары осы ел бөрілі болмаса бөрілі деп тайпасынан шыққан. Сонымен мына осы ұғымдар еске сақтап қалу үшін дәптерді ашамыз, балалар. Дәптерді ашамыз, балалар. Сендерге осы термин сөздер берілді алдарына. Енді балалар осы сөздердің сұрақ белгісі қойған келесі бөлімде мағынасын қазір өздерің жазып шығыңдар. Дәптерге балалар қазір естіген жаңа сөздерді жазып шығамыз. Ал балалар, жазып болса, жұрттарыңмен дәптерлеріңді алмастырыңдар. Тексеріп жіберейік, иә балалар? Алмастырдық па дәптерлеріңді? Ал балалар, тақтаға қараймыз. Бұл сөздердің мағынасы көрініп тұр, енді салыстырамыз. Жұбының жұмысын салыстырып. Тақталарды мына берілген мағынасы дұрыс сәйкестендірген ба? Тексеріп болыңдар ма? Көрдіңдер ме? Дәптерлеріңді қайтып алыңдар. Көрдіңдер ғой? Қай жерден қателескендеріңді болмаса қалай орындағандарында. Онда балалар, ол жұмысты орындасақ, сендер жарайсыңдар. Басыма да тап қояйын, жарайсыңдар балалар. Жақсы. Келесі тапсырмаға көшейік балалар. Енді өздерің ойланыңдаршы балалар. Қыпшақтар осындай ұлан байтақ жерге ие болуының себептері қандай? Не деп ойлайсыңдар? Олай болса балалар, бүгінгі сабақтың зерттеу сұрағына қайта оралайық. Қыпшақтардың осындай ұлан байтақ жерге ие болуының себептері қандай? Қыпшақтардың қоғамдық саяси құрылымы, этникалық құрылымы, сонымен бірге шаруашылығы тұрмысы туралы бізге қандай деректер мағлұмат береді екен? Ал балалар, өздерің картадан көріп тұрғандай, Қыпшақ даласы ұлан ғайыр территорияны алып жатыр. Жалпы Қыпшақ этнонимі, яғни Қыпшақ атауы, ең алғаш 760 жылы түркі руна ескерткіштерінде кездеседі екен. Қыпшақтар Алтай Саян тауларынан Еділге дейінгі аралықта өмір сүрді. Бұл Қыпшақ даласы осы ұлан ғайыр территорияны мекендеген алғашқы кезеңде ол 7-8 ғасырларда батыс түрік қағанатының құрамында болған екен. Кейіннен Қимақ қағанаты күшейіп тұрған кезде Қимақ қағанатының құрамында болған қыпшақтар Қимақ қағанаты 11 ғасырда құлағаннан кейін күшейіп шықты. 11 ғасырда осы қыпшақтар күшейгеннен кейін енді бұл дала Дешті Қыпшақ деп атала бастады. Жалпы Дешті Қыпшақ деген атауды ең алғаш қолданған осы 11 ғасырда парсы ақыны Насири Хусрау екен. Яғни парсы тілінен аударғанда Дешті Қыпшақ, Қыпшақ даласы деген мағынаны береді.
қапталасы екі бірлестіктен тұрады екен. Шығыс қыпшақ бірлестігі және батыс қыпшақ бірлестігі. Батыс қыпшақ бірлестігінде қанша тайпа бар екен? 11 тайпа болатын болса, шығыс қыпшақ бірлестігінде 16 тайпа бар екен. Шығыс қыпшақ бірлестігінің орталығы Сығанақ қаласы болатын болса, батыс қыпшақ бірлестігінің орталығы Сарайшық қаласы балалар. Ал енді шығыс қыпшақ бірлестігі Алтай Саян тауларынан Еділ өзенінің шығысына дейінгі аумақты алып жатыр екен. Ол қазіргі біздің Қазақстан территориясы балалар, картаға қарадық. Алтай Саян тауларынан Еділдің шығысына дейінгі аралықта алып жатқан шығыс дешті қыпшақтың орында қазір оның қыпшақтардың тікелей мұрагері қазақ халқы, біздер өмір сүріп отырмыз. Иә? Қыпшақтар оңтүстігінде қай мемлекетпен шектеседі екен? Қара Қыпшақ мемлекетімен. Оңтүстік шығысында шығысында солтүстікте Бұлғариямен, Орыс жерлерімен, батыста Венгриямен шектеседі екен. Балалар, міне қыпшақтардың көршілері осы мемлекетте. Осы мемлекеттермен қыпшақтар саяси, дипломатиялық қарым-қатынастар жасаған екен. Ал қыпшақтар туралы бір шама мәлімет алсақ, балалар, келесі тапсырманы орындауға кірісейік. Қазір балалар сіздерге контур карта екінші тапсырма беріледі. Балалар, контур карталар. Енді алдарындағы осы контур картаға балалар, контур картаға біз Дешті Қыпшақ жерін, оның жаңағы екі бөлікке бөлінді деді қой, сол екі бөлікке бөлінгендігін және сол бөліктердің орталықтарын тауып, анықтап салуымыз қажет екен. Ал екінші тапсырманың дескрипторы балалар тұр. Кем дегенде картадан ақпараттың үшеуін табуларын қажет. Яғни Дешті Қыпшақ аумағын, оның екі орталығын, сонымен бірге қыпшақтармен көрші орналасқан мемлекеттерді анықтаңдар. Ал бұл үшін сіздерге балалар 5 минут уақыт беріледі. Жылдан
тексттің қазағы түсіріп болдық па? Екінші тапсырманы орындап болдық па? Топ жетекшілері, топтарыңыз түгел орындады ма? Көрдіңіздер ме? Бағалап отырсыздар ғой, иә? Ал онда балалар, бұл жұмысты жақсы орындағандарыңыз үшін шапалақ қатысымен сіздерді бағалап қояйын, иә? Енді балалар, келесі тапсырма бізде топтарға берілетін мәтінмен жұмыс жасаймыз алдымен. Оқулықтағы мәтінмен жұмыс жасаймыз. Бірінші топ 49-шы бетте мәтінмен сендер жұмыс жасайсыңдар. Екінші топ сіздер 51-ші беттегі мәтінмен жұмыс жасайсыздар. Үшінші топ сіздер 60-ші беттегі мәтінмен жұмыс жасайсыздар. Сіздерге қосымша көмекке тағы да қосымша мәліметтер тарап берейік. Бірінші топ осы ақпараттарды пайдаланып зерттеу жұмысын жасауларыңызға болады. Үшінші топ сіздерге ал балалар, бұл жұмыс үшін сіздерге 10 минут уақыт беріледі. 10 минут уақыт қандай жұмыстар, қадамдар жасауымыз керекпіз? Бұл жұмыстың дескриптері қыпшақтардың этникалық құрылымын бірінші топ сіздер, қыпшақтардың қоғамдық саяси жағдайын екінші топ сіздер, қыпшақтардың шаруашылығы мен тұрмысын үшінші топ сіздер анықтайсыздар. Және осы анықтаған мәліметтерді топта қорғап шығасыздар. Алдымен оқулықтағы мәтінді жақсылап оқимыз, сосын топта талдаймыз. Қолдарыңызда қазір берілген ресурс парақтарындағы қосымша мәліметтерді де қоса пайдалануларыңызға болады. Сосын ойларыңызды жинақтап қорғайсыздар. Балалар, болайық дедік пе? Сегізінші ғасырда қимақтар өз бірлестігі құрды. Олардың қатарына Қыпшақ хандығы кірген болатын. Алайда қимақтар 11-ші ғасырда әлсірегеннен кейін Қыпшақ хандығы оларды басып алып өздерінің қатарына енгізді. Қыпшақ хандығы өздерінің бірлестігі құрды. Олар екіге бөлінді. Шығыс Қыпшақ бірлестігі және Батыс Қыпшақ бірлестігі болып бөлінді. Шығыс Қыпшақ бірлестігі 16 тайпадан тұрды, ал Батыс Қыпшақ бірлестігі 11 тайпадан тұрды. Шығыс Қыпшақ бірлестігінің орталығы Сығанақ қаласы болды, ал Батыс Қыпшақ бірлестігінің орталығы Сарайшық қаласы болды. Сөйтіп олар өз мемлекетін құрды. Өте жақсы, өте жақсы. Тағы қосылықтар бар балалар. Жеткілікті болды ғой, иә? Ал онда жадыраны мадақтап қояйын, иә? Ал жадырап, мына жетон саған жақсы қорғап шыққан үшін.
Екінші топ, сіздердің тапсырмаларыңыз қалай аталушы еді? Сіздердің тапсырмаларыңыз қыпшақтардың саяси, қоғамдық жағдайын анықтау. Келе қойыңыздар. Қыпшақ хандығын аты айтып тұрғандай хандар басқарды. Хандар ел бөрілі руынан шықты. Ал хандар өздерінің мұрагерлеріне өздерінің мұраларын қалдырып отырған. Хандардан кейінгі сатыда Тархандар орналасты. Ал Тархандардан кейінгі орынды басқақтар алды. Басқақтан кейінгісі бек, одан кейінгісі байла болған. Сонымен қатар малы аз шаруалар өте көп болды. Сонымен қатар құлдар болып есептелген. Құлдар ол соғыс кезінде ұсталып қалған тұтқындарды құл ретінде қолданылған. Қыпшақ хандығы оңтүстігінде Хорезм жақтарымен, ал солтүстігінде Рус, Бұлғария мемлекеттерімен шекаралас болуға ұмтылды. Қыпшақ хандығының аты айтып тұрғандай Қыпшақ хандығы хандар басқарды. Хандар ел бөрілі руынан шыққан. Хандар өздерінің мұрагерлеріне өздерінің мұраларын қалдырып отырды. Хандардан кейінгі орынды Тархандар алды, ал Тархандардан кейінгі орынды басқақтар иеленді. Басқақтан кейінгісі бек болған, бектен кейінгісі байла. Бұл Қыпшақ хандығының теңсіздігін дәлелдейді, және де малы аз шаруалар өте көп болып есептелді. Құлдар соғыс кезінде тұтқындарды, ұсталып қалған тұтқындарды құл ретінде қолданылған. Біз бұны Ярлыбөк деген сөзбен таныстық. Қыпшақ хандығы оңтүстігінде Хорезм жақтарымен, ал солтүстігінде Бұлғария, Рус мемлекеттерімен шекаралас болуға талпынған. Жалпы алғанда көшпелі мемлекеттерді жалғастыратын мемлекеттердің бірі ол Қыпшақ хандығы болып есептелді. Дұрыс балалар, өте жақсы. Бүгінгі сабақтарға білімдерің үшін сіздерді марапаттап қояйық мен. Отыра қойыңдар. Енді бізде үшінші топтың тапсырмасы қалды ма? Үшінші топ дайын болсаңыздар келіңіздер. Сіздерде тапсырмаларыңыз бар. Ал келіңіздер. Сіздерге қандай тапсырма беріледі? Қыпшақтардың тұрмысы мен шаруашылығы. Бізге берілген тапсырма Қыпшақтардың тұрмысы мен шаруашылығы. Қыпшақтар киіз үйде тұрған. Араб саяхатшысы Ибн Баттута олар сиыр көп өсіреді дейді. Итальяндық саяхатшы Плано Кальпини олар малға түйе, ірі қара, қой, ешкі, жылқы өте бай деп атаған. Араб саяхатшысы Омари Қыпшақтар тарыны көп өсіреді деп жазады. Еврей саяхатшысы Пентахия Қыпшақтар күрішті көп өсіреді дейді. Қыпшақтар малға жеке меншік болды. Плано Карпини олар түйе, ірі қара, ешкі мен қой, жылқыға өте бар дейді. Біздің айтуымызша бұндай байлық бүкіл әлемде жоқ деп жазады. Ал балалар, болдық па? Қандай жақсы деректер айттық, иә? Міне, балалар үшінші топ өздерінің жұмысын қалай қорғады деп ойлайсыздар. Ал онда қазір үшінші топтың өкілдерін марапаттап қояйық, иә? Марапаттап. Сендерге де бір жер оламын. Жарайтындар қыздар, отыра қойыңдар. Ал балалар, сонымен біз бүгінгі сабақта Евразия даласында Қыпшақтардың осындай ұлан байтақ жерге ие болуының себептері қандай екендігін білдік. Иә? Енді балалар сабақтағы соңғы қорытындылау сәтіне келіп те жеттік. Мына қазір балалар сендерге мен стикерлерді мына стикерлерді алып мына білім ағашына
бүгінгі сабақ туралы ойларыңды жазып, осы стикерлерге оны білім ағашына жапсырып алыңыз. Балалар, ал мына стикерлерге. Балалар, тақтаға қараймыз. Қараңызшы балалар. Бұл білім ағашы бойынша балалар, мынау сары түсті алманы түсінбесеңдер, түсіну қиын болса, бүгінгі сабақты сендерге түсіну қиын болса, сары түсті алманы, ал бүгінгі сабақта деректер, алынған мәліметтер сендерге жеткілікті деңгейде түсінікті болса, онда жасыл алмаға жазып, білім ағашына іле қояйық. Шындап жүрмек болса. Балалар, келе қойыңдар, біле беріңдер. Түсіну қиын соқса, сары алманы. Сабақта қорытындылай. Үшінші тапсырма топты жұмыс болғандықтан топтар бүгін өздерінің тапсырмаларында қалай қорғап шыққандарыңды енді бағалауға керек. Қорытындылау кезеңіне ең бірінші болып жұмысын қорғаған бірінші топ сіздерсіздер ғой, ал онда үшінші топ бірінші топтың жұмысын бағалап жіберіңіздер. Бүгін бірінші топ өздерінің берілген тапсырманы қалай орындады? Бірінші топ өте жақсы орындады. Бірінші топ этникалық қыпшақтардың этникалық ролын түсіндірді. Олар жақсы түсіндірді. Және де келесі жолда осылай түсіруіне тілектеспін. Бірақ одан да артық түсірсін. Дұрыс. Яғни екі жұлдыз бір тілегін сен сонда келесі жолы бұдан да жақсырақ. Екінші топ бізде жұмысын қорғаған екінші топ сіздердің бар. Екінші топтың жұмысын кімдер бағалайды? Ал бірінші топ, екінші топтың жұмысын бағалап жіберіңіздер. Бірінші топ қыпшақтардың қоғамдық саяси жағдайын өте жақсы түсіндіре білді. Және де олар өздеріне қойылған сұрақтарға толықтай жауап берді. Мен сендерге тілерім, бұдан да тағы да белсенді қатысыңдарды тілектеспін. Жақсы. Тағы кім бағалайды? Бірінші топта, екінші топта. Екінші топ қыпшақтардың қоғамдық саяси жағдайын белсенді түсіндіре білді. Олар ханнан кейін мұраларын басқа тағы да басқа ұрпақтарға еленуін түсіндірді. Маған бұл өте қатты ұнады. Сендерге тілерім бұдан да көп деген жетістіктерге жетісіп, сабақтарында осылай жақсы оқып кетіңдер. Жақсы. Ал онда келесі жұмысы бағалану тез қай топ қалды бізде? Үшінші топты қай топ бағалайды? Үшінші топқа. Ал онда айта қойыңдар. Кім бағалайды? Үшінші топ бүгін қыпшақтардың шаруашылығы мен тұрмысын өте жақсы айттыңдар. Және де бүгінгі жұмыстарында өте ұқыпты жасадыңдар. Бүгін сендер барлығын ұқыпты жасадыңдар. Мен сендерге алдағы уақытта сабақта сәттілік тілеймін. Сабақтарыңды жақсы оқып жүріңдер. Рахмет. Отыра ғой. Ал онда балалар, бүгін сабақта оқу мақсатына жеттік деп ойлаймын. Жеттіңдер де. Сонымен үйге тапсырма алайық. Үйге тапсырма балалар, үйреттерге жазылысында болады. 70 сөзден кем емес, сөз саны 70 сөзден кем емес. Дешті қыпшақ жері менің ата мекенім деген тақырыпқа ой толғау жазып келесіңдер.
үйге тапсырма жазып алыңыздар күнделікке. Яғни қанша сөзден кем болмас дедім? 7 сөзден кем болмауы керек. Ол бірінші дескриптор, екінші дескриптор осы ой толғауларыңызда кемінде 2-3 дәлел болу керек. Үшінші дескриптор өз ойларыңызды қорытындылайсыздар осы ой толғаудан. Түсінікті ғой, иә? Міне осындай 3 дескриптордан тұратын үйге ой толғау, нешті қыпшақ жері менің атам екенім деп аталатын 7 сөзден кем емес. Иә? Түсінікті ғой. Ал онда балалар, бүгінгі сабақ аяқталды. Сіздерге осындай сабақта белсенді болып, барынша сабақта ойдағыдай өткізуге тырысқандарыңыз үшін рахмет. Ал қош сол бола қойыңыз.